Сәлем, қалайсыздар? Мен сіздермен қазір бір жақсы жаңалықпен бөліскім келіп тұр. Мен үшін және отбасымыз үшін өте бір жақсы жаңалық. Қазірге дейін көргендер көрді, естігендер естіді. Бірақ мен Instagram жүргізіп жүрмін, TikTok, YouTube жүргізіп жүрмін. Барлық әлеуметтік желілерде ешқандай ол туралы әңгіме айтпадым. Енді уақыты да келген сияқты. Бізде отбасымызда жақсы жаңалық, Аллаға шүкір. Біз екінші рет ата-ана атанбақшымыз. Алла қаласа, бұл видеоны бірақ босанып болғаннан кейін ғана саламын. Қазір шүкір, бәрі жақсы, 35 апта болдық. Сол себепті де мен тек осы кеудеден жоғары ғана видеолар түсіріп жүргенмін. Жар салып, жариялағым келген жоқ. Босанып алайын аман-есен, сосын барып қана бөлсемін деген болатынмын. Сондай бастапқыдан бастап сондай ниет болды менде. Жаңалығыммен бөлісіп біткеннен кейін толық бойыммен көрсете алуға мүмкіндік енді туып жатыр. Сыртқа шығып бара жатырмыз. Дала сәл салқындау. Сәуірдің соңғы күндері сыртымнан осылай бір жемпір киіп ала салайын деп тұрмын. Қолыма ақ сумкамды ұстаймын. Банан салып алғам ғой қызыма. Қазір жігітім, қызым, үшеуміз роддомға заттар алуға бара жатырмыз. Роддомға керек заттарды да сіздерге көрсететін боламын. Құттықтауларыңызды комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Роддомға керек заттарды осы магазиннен алайын деп жатырмын. Әдемі қылып суреттерін салып қойыпты. Вот магазинге келдік, тележка алып алдық, енді керек заттардың бәрін саламыз. Так, неден бастаймыз? Мынау тапочкилар. Ақ түсін алам ау деймін. Ақ түсі дұрыс сияқты, Менікі 36 размер. Қай размер? 38 дейді. Бірінші алған затым тапочки болды. Вот, пижамалар өзіме таңдап тұрмын. Усиленовый алсам ба деп ойлап тұрмын. Мына ұнап тұр, бірақ что-то түсі мен ашам, ашпай ма? Мынадай көріп тұрмын. Или жаңағына. Таңдай алмай тұрмын. Сорочкалардың түрі өте көп екен. Мен мынаны таңдап тұрмын. Балаға нәскелер. Сондай кішкентай, көрсеңіздер ғой. Қарасаңыздар. Менің саусағым кішкентай. О, вообще. Үлкендердікі сияқты. Қандай сүйкімді, иә. Бутылкалар, соткалар, аяқ киімдер. Прозрачный пакетиктер, үшеуі набор 2900 теңге. Барлық заттарды салғанға, баланың киімдерін салғанға және гигиеналық заттарды салғанға арналған. Выпискаға шығарып алғанда киетін комбинезон алдым мен. Бағасы 4900. Ақ қоңыр түсті қып жинауға тырыстым барлығын. Мен бірден тройка қып алуды шештім. Жаңа туылған әлдейдің тырнақтары өсіп тұратын болғандықтан, мынандай бірден қолын тығып қоятын. Осындай етіп алдым. Үстіне киетін кофтасы. Мынан ішінен тағы бір қысып қоятыны бар. Шапкасы. И ползункиі. Наворошкалардың тігістері сыртына қарайды көбінесе. Жаңа туған әлдейлердің терілері өте нәзік болады ғой. Осындай түсте біреуі. Бұл үшеуі 3800 болды.
3 в одном киім алдым, тоже ползункиі. Үстіне киетіні, қолын жауып тұрады. И шапкасы. Ішінде барлығының ішінен қадалатыны бар. Бұл үшеуі 3000 теңге. Муслиновый матадан мынандай тройка алдым. Тоже шапкасы ползункиі, үстіне киетін распашонкасы. Бұл үшеуі 2400 теңге. Муслиновый бодик алдым. Бұл 1500 теңге. Бенизо немесе слип деп те айтады ғой. 2100 теңгеге осындай алдым. Слюнявчик 300 теңге. 2 носки 300 теңгеден. 3 түрлі пеленка алдым. Байка матасы 1600 теңге. Муслиновая пеленка 1500 теңге. 1800 теңге. Балаға муслиновый одеял, плед десек те болады. Өте жұмсақ, жұқа, әдемі, нағыз жазға арналған. Бұның бағасы 4100. Мен барған магазин бұны маған сыйлыққа берді. Шлепка алдым, ақ шлепка. Бұның бағасы 2200 теңге. Өзіме пижама, двойка, муслиновый, шалбары мен үсті 9,5 мың қалдым. Өзіме сорочка 8,5 мың қалдым. Бутылканың стеклянныйын алдым. 2100 теңге болды осы. Томиконың төсеніштерін алдым. 2550 теңге, бұл ішінде 60 штук бар. Роддомға жинаған барлық затымды түсірмедім. Ішінде гигиеналық заттар, іш киімдер болғандықтан жалпы бағасы барлығының 80 мыңға жуықтады. Сәби күтіп жүрген барша оқырманға жұғысты болсын деген ниетпен мен влогты аяқтаймын. Келесі влогта кездескенше сау болыңыздар. Маған тіркелуді ұмытпай, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз.